Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Безеу, үйде безеуді қалай тез жойға болады? Менің бүгінгі ақпаратым сіздерге қызықты болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Безеулері бар теріні қалай күту керек екенін барлығымыз білеміз. Үй жағдайында оны емдеумен және оны күту бірдей нәрсе. Бетке арналған ылғалдандырылған неше түрлі заттарды күніне 2 рет ақырын қолданып, уқалап, одан кейін жақсылап сумен шайғаныңыз жөн. Ортақ орамалды ешқашан қолданбаңыз, бетінде безеу бар адамдар. 1 рет қолданылатын майлықтарды қолданғаныңыз дұрыс. Әсіресе бет үшін, немесе 1 реттік заттарды алмастыру үшін қол орамалдарының бір көбін сатып алып қойсаңыз, кейін оны суға жуыңызда жақсылап үтіктеп алып қолдансаңыз болады. Және бұл жерде беттің безеуіне скрабтарды өте қатты көп қолдануға болмайды. Скрабтарды тек безеудің жеңіл түрлеріне ғана қолдануға болады. Онда да аптасына 1 реттен көп емес. Оны қолданғаннан кейін міндетті түрде бетті тазалап, мұқият сумен шайып тастау керек. Жуынуға арналған гельдер мен сабындарды күніне 1-2 рет жұмсақ жөкемен жағыңыз. Жиі жуынатын болсаңыз, тек суды қолданып отырыңыз. Үйде безеуді кетірудің ең тиімді әдістерін қазір кішкене қарастыратын боламыз. Көптеген қыздар беттерін қолдарымен қаншалықты жиі тигізу туралы ойламайды. Олар тырнайды, не болмаса сығады. Бұл ерекше аударатын жағдай. Үйде безеуді жою туралы негізгі кеңес ол жеке гигиена сақтау. Қолыңызды мүмкіндігінше жиі сабынды сумен жуып көріңіз. Бұл жаңа бөртпелердің пайда болуын болдырмауға әкеледі. Бетіңізді үнемі тазартыңыз. Бар болғаны 1 күнде бет терісіне кір, май және темекі түтіні жиналады. Сондықтан жеке гигиена ережелерін ұстану өте керек, қажет. Бетіңізді үнемі жуып отыру керек. Сондай-ақ тек таза сүлгімен, жылы сумен арнайы тазартқышты қолдану керек. Бұл қарапайым кеңес теріңізді кірден, бактериядан және қарадақтардан және бетіңізді қызарудан арылуға көмектеседі. Сонымен бірге стресстік жағдайлардан аулақ болғаныңыз жөн. Көбінесе бөртпелердің пайда болуы стресстік жағдайлармен байланысты. Ұзақ депрессия мен дене күшінің жетіспеушілігінен, дұрыс тамақтанбаудан, көздің астында көк шеңберлерде қоса пайда болады. Сондай кезде стресс кезінде, яғни қанда кортикол деңгейі жоғарылайды. Бұл майдың шығарылуын күшейтеді және тері тесігін бірден бітеп тастайды да бөртпелердің пайда болуына әкеледі. Депрессиямен күресудің ең жақсы әдісі ол спортпен шұғылдану. Сонымен бірге қыздар көбінесе әртүрлі тырысып қалған, не болмаса синтетикалық, химиялық заттардан жасалған маталардан киім киеді. Бұл безеу проблемасының бет жағында ғана емес, денеде де кездесуіне әкеліп соғады. Басты себеп киім материалдарының сапасыздығы. Безеулер терідегі материалдардың үйкелісінен және дем алудың жеткіліксіздігінен пайда болады. Әдетте бұл спорт немесе бас киім үшін өте қажет және қатысты. Егер сізге осындай заттар болса, сіздің өзіңізде, оларды табиғи материалдан жасалған өнімдермен ауыстырғаныңыз абзал. Спорттағы нәзіктік денсаулыққа зор пайда әкеледі, бірақ жаттығудан кейінгі душ одан да пайдалы. Кейбір адамдар жаттығудан кейін душ қабылдаудан бас тартып, бірақ бекер жасайды. Шынында да жаттығу кезінде теріні өлі жасушалардан тазартады. Бірақ терлеу өткеннен кейін олар терідегі тұзбен қалады. Егер сіз барлық кірді уақытында жумасаңыз, өлі жасушалар пайдаланған тері тесігін жауып тастайды. Сондықтан үнемі душ қабылдап немесе ваннада шомылып отыру қажет. Денедегі кірді шайып отыру керек. Және нашар макияж. Кейде безеулер косметика салдарынан болады. Макияждың өзі безеуді тудырмайды. Бірақ кейде терінің қызаруы косметикаға реакция ретінде әсер етеді. Бұл жағдайда косметикалық өнімді басқа өнімге, табиғи өнімге өзгерту керек. Сондай-ақ төсекке жатар алдында күн сайын бетіңізді тазартуды ұмытпаңыз. Кейде әйелдер бөртпелерден құтылу үшін
босануды бақылау таблеткаларын қолданып жатады. Мұндай препараттар менструацияны реттеп қана қоймайды, сонымен қатар қажетсіз жүктіліктен қорғайды және безеудің пайда болуына жол бермейді. Енді келесі видеомда мен безеуі бар теріге арналған рецепттар түрлерімен таныстыратын боламын. Подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сонда ғана сіз қажетті ақпаратты жоғалтып алмай, үнемі бірінші көретін боласыздар. Сау болыңыздар, көріскенше.